Саламатсыздар ма, білім алушылар? Бүгінгі дәріс тақырыбымыз тұрақты дамуға көшу, Қазақстан Республикасы тұрақты дамуға көшу, яғни жалпы тұрақты даму туралы Қазақстандағы жалпы сипаттама беру. Қазақстан Республикасы толық құқылы дүниежүзілік қауымдастықтың шешімі бойынша өз міндетіне жұмыс орынды саммит декларациясы және де дүниежүзілік саммитте тұрақты даму бойынша өздерінің орны бар. Олар тұрақты дамудың қатысушы мүшесі комиссияда Европалық қоршаған орта және тұрақты даму Азия, жергілікті Европалық жерде бүкіл әлемдік жиналыста қатысып, тұрақты даму үшін күнделікті қатысушылар халықаралық форумдарда қоршаған ортаны қорғау, бірқатар шараларды қабылдап, тұрақты дамуға бағыттау туралы мәлімдеме жасады. Қазақстан Республикасы меңгерген жаңа қабылданған концепциясы бойынша Қазақстан Республикасының тұрақты дамуға көшу 2007-2024 жылдар аралығы болып табылады. Қазақстан стратегиялық даму 2030 жыл, стратегиялық жоспары Қазақстан 2010 жылға дейін, индустриалды инновациялық стратегия даму Қазақстан 2015 жылға дейін, Қазақстан Республикасында экология қауіпсіздік концепциясы 2004-2015 жыл. Ал Қазақстан территориялық даму стратегиясы 2016 жылға дейін жасалды. Кеңес тұрақты даму жолында Қазақстан Республикасында тұрақты даму фонды, қазына, Қазақстан халықаралық конвенцияға қосылды. Ондағы ауа райының өзгеруінде шөлейттенумен күресу және де биоалуантүрлілікті қолға алу туралы мәлімдеме жасады. Қазақстан Республикасы бірлестіктер мүшесі болып табылады. Мысалы, жаңағы тұрақты даму бойынша халықаралық форумдарда қоршаған ортаны қорғау жөнінде тұрақты дамуға белсенді атсалысты. Қазақстанда әлеуметтік экономикалық тұрақты дамуға ұлттық жоспардың қоршаған ортаны қорғау және 21 ғасырда бекітілген экологиялық қауіпсіздік концепциясы, яғни Қазақстанда ең маңызды глобалды проблема ол Арал теңізі, Каспий теңізі, Семей ядролық полигонына аса мән беру болып табылады. Мақсаты, яғни концепция бойынша Қазақстан Республикасы тұрақты дамуға 2007-2024 жылдары экономикалық, саясаттық, экологиялық жағынан Қазақстан Республикасы жоғары дәрежелерге қол жеткізу керек. Берілген концепцияда көрсетілгендей, Қазақстан Республикасы үшін тұрақты дамудың жолы белгілі бір этаппен өтеді. Мысалы, даярлық этабы бұнда, яғни тұрақты дамуға жан-жақты сферада даму соның ішінде болады. Бірінші этабы бұл Қазақстан Республикасы қамтамасыздандыру 50 елдің қатарынан көріну. Екінші этапта бұл дүниежүзілік даму жолында Қазақстан Республикасында өмір сүрудің сапасын жақсарту, яғни табиғи ресурстарды тиімді пайдаланып, жоғары үлгідегі экологиялық тұрақтылықты қамтамасыздандыру. Үшінші этапта бұл халықаралық критерийлердегі тұрақты дамудағы көрсеткіштер. Сонымен қабылданған концепцияда көрсетілгендей, ең басты принциптер тұрақты даму жолында Қазақстан Республикасы жоғары сапасы бойынша болжамдар, экономикалық прогресс, жоғары технологияны, табиғи ресурстарды жоғары тиімді пайдалану, білім беруді қамтамасыздандыру, халық денсаулығын жақсарту сияқты, халықтың демографиялық жағдайын жақсарту болып табылады. Мұнда кестеде көріп отырғандай, бұнда интегралы өлшеулер, яғни халық саны 2005-2024 жылға дейін көрсетілген. Бұнда халық саны, орташа өмір сүруі, қалыпты орташа нормасы өмір сүрудің, ер адамның орташа өмір сүру ұзақтығының, әйелдердің орташа өмір сүру ұзақтығының артуы, қуатты тұтыну, қуатты өндіру, қуатты жоғалту, ресурстарды қолдану фактісі, қоршаған табиғи орта сапасы, өмір сүру деңгейі, өмір сүру сапасы, сонымен қатар экологиялық тұрақтылық индексі бойынша осы кестеде көрсетілген. Концепцияға сәйкес Қазақстан Республикасы тұрақты даму жолы, яғни тұрақты модельдеу, жаңа экологиялық, технологиялық қауіпсіздіктерді пайдалана білу, тұрақты дамудағы көлік жүйесі, жергілікті проблемалар, жоғары деңгейдегі халықтың әлеуметтік қамсыздандыру, кедейшілікпен күрес,
экологиялық санадан алдағы ғылым мен білімнің тұрақты дамуы, тарихи және мәдени сақталу, экологиялық жаңағы қауіпсіздіктерді алдын алу, жоқшылықпен күрес, биоалуантүрлілікті сақтау, соның ішінде парниктік газдар, радиациялық және биохимиялық қауіпсіздік қалдықтарды жүргізу тағы басқа болып табылады. Біздің жаңағы Қазақстан Республикасының ұсынған жаңағы тұрақты дамуы ең маңызы жаңағы бірігіп құрылған мемлекет саясаты, тұрақты дамуды туралы сұрақтарында дүниежүзілік саммитте тұрақты даму жоғары мемлекеттік органдар, жеке сектор, ортақ мекеме және де әлеуметтік тұрақты даму жолдары қарастырылды. Бүгінгі дәрісіміз осымен аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.